Сәлем достар, мен бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, бір жасағаннан-ақ әдемі болып шығатын осындай тюльпан самсалармен рецептісімен бөлісетін боламын. Қамыры жаңағы жұмсақ, ауызда еритін бұл самсаларды міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен самсамыздың қамырыны дайындап алатын боламыз. Яғни ең алдымен табағымызға ұнымызды осылай салып алдым, ситодан өткізіп алдым. Енді ұнымыздың үстінен жұмсақ сары май немесе маргаринімізді салып, оның үстінен мен бір чайный ложкада разрыхлитель салып алып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз осындай жақсылап біркелкі болған соң, үстінен жұмыртқамыздың ағын салып аламыз. Сарысыны мен бөлек алып алдым, яғни самсаларымыздың бетіне жағуға. Енді оның үстінен жылы сүтімізді құямыз. Енді барлығына жақсылап араластыратын боламыз. Мен бір шай қасық тұзбен бір шай қасықта шекер салып алдым. Енді барлығыны жақсылап араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады, қатты болып қалмасын. Міндетті түрде жұмсақ болуы керек. Енді 20 минуттай тындырып қоямыз. Енді қамырымыз тынғанша салмаларымызды дайындап аламыз. Мен осындай сиырдың етін алып алдым. Сиырдың еті, қойдың құйрығы және пиязымызды осылай турап алдым. Оның үстінен тұз, зіре және қара бұрыш салып алдым. Паприка қоссаңыздар да болады. Енді салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Енді тұнған қамырымызды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Қамырымыз жұмсақ, осылай әдемі болып иленді. Қамырымызды екіге бөліп, ұзындау етіп, енді бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Яғни қамырымызды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Қамырымыздың бір бөлігі 40 граммдай болуы керек. Одан асып, немесе одан кішкентай болып қалмасын. Енді қамырларымыздың барын біркелкі осылай бөліп алдым. Енді қамырымызды осылай жайып аламыз. Барлығының көлемі бірдей болсын. Қамырымды жайып алған соң, мен ортасынан бір шетіні осылай пышақпен кесіп алдым. Енді кесілген жеріміздің бір шетінен салмамызды салып, қамырымызды осылай орап шығатын боламыз. Қиын емес, өте оңай. Міне осылай самсамызды түйіп алдым. Енді қалған қамырларымыздың барлығını осылай жайып, түйіп алатын боламыз. Міне самсаларымыз түйіп алдым. Енді листке осылай теріп шықтым. Енді бағанағы жұмыртқамыздың сарысыны бетіне жағып шығатын боламыз. Үстінен күнжіт сеуіп жіберсеңіздер де болады. Ақ немесе қара күнжіт екеуін араластыруға да болады. Мен ақ күнжіт сеуіп алдым. Енді духовкаға 170-180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Міне біздің тюльпан самсаларымыз дайын болды. Осылай қызарып, томпақ болып, әдемі болып шықты. Мен сіздерге біреуін кесіп көрсетемін. Қамыры песочный болып, кәдімгі тандырға жабатын самса сияқты болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.